Шаңырақтың шаттығы бала деген, бақыттың баянды болуы, тату-тәтті тіршіліктің жалғастығы, ұрпақ сабақтастығында екені даусыз. Өзгеге үлгі болған мақтаулы әулеттің бірі де бірегейі Жүсіпбаевтар әулеті. Ұлың өссе үлгілімен ауыл бол деп дана қазақ айтқандай, ырысы тасыған, ынтымағы жарасқан жан ұяның құда жекжаттары да 100 жылдыққа өрілген. Сол 88 жылы осы жерге Шымкент қаласына келіп, жолдасымыз екеуміз отбасын құрып, оқу бітіріп, осы жерде үйлі жайлы болдық. 2 ұлымыз бар. 1989 жылдан бері қос шынарға айналған Талғат пен Айнаштың тепсе темір үзетін ел мақтаған Асхат пен Мақсаттай ұлдары бар. Ол Асхат енді ол спортқа да, тірлікке де, үйдің тірлігіне де, білімге де икемді болды. Мақсатымыз енді ол ерекше, өзгеше. Ол енді Асхатқа ұқсамайды, бірақ істеген тірлігі тиянақты, отбасының жағдайын жасайды. Біздің де қазір енді осы қолында болғаннан кейін жауапкершіліктің бәрі соның қолында ғой, Құдайға шүкір. Мұндайда бабалар ұл туғанда күн туар деп текке айтпаған. Осы қуанышты еселеп, былтыр Мақсаттың тұңғышы ат ұстары дүниеге келген болатын. Ер азамат өз баласына әкесі ат қояды. Сол өзінің жолын әкесі мен шешесіне бізге қолға салып ат қоюды бізге берді. Соны біз екеуміз ақылдаса келе мүсілімдеп ат қоюды шештік. Ол енді үлкен пайғамбарлардың аты. Сол елін сүйетін, еліне қызмет жасасын, үлкен азамат болсын деп сол атқа кеп тоқтадық. Сол бала келгелі бері қуанышты, сәтті, бақытты күндер көп болды деп айтамын. Өйткені осы роддомға түсір кезде о жақтан құда барып қапты, біз не жақтан барып қаптық. Бәріміз сол муслим дүние келгенше сол роддомды қарауылдатып қойса, өрдің охраннигі болған болдық десек те болады. Аллаға шүкір дүниеге келді міне. Бұрын деген сүйінші сұрап барады деп, өзіміздің туыстарымызға, жақындарымызға сүйінші сұрап, звондап жаттық. Олар енді Каспий-Голдқа ақша лақтырып, сөйтіп бір қызық нәрсе болды. Қазіргі кезде өзі перзентханаға барып, муслимді шығарып алдық. Шығарып келсек, достарымыз өшетте енді өзімізбен бірге жүріп, бірге тұрып, біздің қуанышымызға қуана білетін достарымыз келіп қалып, енді қазақтың әдеті ғой, дүниеге сәби келсе 30 күн ойын, 40 күн тойын дейді ғой. Тура сондай бір кереметті сәттер, қызықты күндер көп болды. Ата менен немере аяқталмас бір дастан. Екеуіне керегі ашық болсын, нұрласпан дегендей мүсілімде өзге немерелері секілді атасы мен апасы үшін тым қымбат. Мақсат өз балажан негізі. Күнде бір подарка келеді баласына, оны кигізеді, әйтеуір соны көріп бәріміз мәз боламыз. Енді бұда бір өте өзінің балаға деген керемет сезімі шығар деп ойлаймын. Енді қандай да бір қазақ болмасын, енді текті жерден қыз алып, текті жерге қыз берген жақсы көреді ғой. Осы Мақсат үйленем дегеннен кейін бастап, уже қандай жерден қыз алады екен, кім екен, ол ата-анасы кім екен деген уайым болды. Кейіннен әйтеуір қазақта қазір не болып отыр ғой, тәтті шай деген. Сол тәтті шайға құдағиларымызды шақырып, қызды шақырып, сол жерде танысып, бір-біріміз туралы білісіп, сол кезде көрдік, көңіліміз толды, өте жақсы. Отау құрғанда балаларымыздың қандай кісілермен құда болар екенбіз деген ойлар туындап, бірақ Құдайға шүкір, өзіміз сияқты кең пейілді сондай кісілер араласымыз жақсы, сыйласып, балаларына жақсы тәрбие берген. Сол балаларымыз бақытты болса, біз екі құдаларымыз да біз бәріміз бақыттымыз деп ойлаймыз бір-біріміз. Негізі қазақта бір сөз бар ғой, шешесіне қарап қызын ал дейді анасы. Өте анасы да мейірімді, иманды, сондай инабатты кісі, қызы да тура сондай өте жақсы. Жалпы өзім Аллаға риза, екі келініме де ризамын. Алдымыздан көлденең аттамайды, жүрмейді, әйтеуір сыйлап тұрады, сәлемі түзу. Енді жалпы айтқанда ризамын келіндерге. Ұлы жол үйінің табалдырығынан басталады. Анасын сүйгеннің баласын сүй деп, әкесін дара, анасын дана көріп отырған Жүсіпбаевтар әулеті тәтті баласын бесікке салғалы тұр. Дүниеге келген нәрестеміздің Құдай қаласа дені сау болып,
үлкен азамат бол, елін сүйетін үлкен азамат бол өссін. Иманды, инабатты. Алла ұзақта бақытты ғұмыр берсін оған. Өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Бар арманымыз, мақсатымыз сол. Ең бастысы денсаулығы мықты болсын. Мүсілім, жеті атасын жетік таныған, жеті жұрттың қамын жеп өсетін аптал азамат болғайсың. Қаным байқап, қадамыңды бас. Бақыт қонатын күн, дабыл қағатын күн, бүгін ақ тілектер қабыл болатын күн. Бізбен біргін сала, күнде тұртам сана. Шаттық сыйлайтын күн, баршаға